Украинаның турғын инкишафы Русияның тежавузындан долы имкансыз. Бу ақта Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблеясының турғын инкишафы мақсатлары мевзусында кечкен саммитте Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Оның сөзлеріне көре Русияның ижғал етілген Украина топрақларында көмір шахталарының 80% аман-аман 5 миллиард долларны тәшкил еткен банк активлері қалды. Русия тежавузы нәтижесінде 13 bin Украина ватандашы әлі қолды. Оның үшін халқара топлылықның дестегі или Киев ижғал етілген топрақларыны қайтарып, женкіні тоқтата білежек деп қайдетті Зеленский. На цьому шляху сьогодні два бар'єри існують. Бу енілеште екі қиынлығымыз бар. Біріншісі, мемлекет ішінде муим ислатларға мания көстерілмесі. Ама бұндан да Украина хакимияты мұтлаққа кечер. Екіншісі де да зор. Ве оны халқара дестек олмадан аталмайжақмыз. Бу да Русияның Украина қаршы тежавузы нәтижесінде юз берген женг. Ичбір девлет ішінде тынчылық ве телекесізлік олмадан турғын шекелде инкишаф етіп оламаз. Атышлар ве патлав сеслері вақтында турғын инкишаф имкансыз. Украина президенті Нью-Йоркта иш зияретінен келді. Анда Бірлескен Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблеясының 74-нче сессиясында иштирак етті. Президент артық Авропа мемлекетлерінің векиллерінен ве НАТОның баш катибы Йенс Столтенберг или бір сыра күрішівлер кечірді. Украина шарқында вазиетні Володимир Зеленский Алмания канцлері Ангела Меркельнен де музыкере етті. Олар Норманд форматында күрішів кечірілмесінің мұйымлігіні қайдеттілер. Бұл музыкерелер Украина шарқында баршылықыны яңартмақ үшін керчек нәтижелерге бақтырылған деп білдірді Меркель.